Егер сіз оңай жылайтын болсаңыз, ғылым бұл сізде басқаларда ешқашан дамымайтын бір нәрсе бар деп айтады. Және бұл сіз ойлағанда емес. Маған түсіндіруге рұқсат етіңіз. Егер сіз қиындықтар кезінде, қайғылы фильмдер көргенде, немесе эмоциялар жайлап толқытқан кезде оңай жылайтын адам болсаңыз, мен сізге осыны естірткім келеді. Оңай жылау бұл әлсіздік белгісі емес. Шындығында психологтар бұл қасиеттің басқаларда ешқашан дамымайтынын айтады. Бүгін біз эмоциялық көз жасының ғылыми негіздерін және оның сіздің ойыңыз туралы шын мәнінде не айтатынын түсінеміз. Балалық шақта көпшілігімізге жылауды тоқтат, немесе күшті бол деп айтатын. Бірақ міне шындық. Адамдар бұл планетада эмоционалды көз жасын ағызатын жалғыз түр. Осыған ойланып көріңізші. Табиғат бізді эмоцияларды көз жасымен білдіруге арнайы жаратты. Сондықтан егер сіз оңай жылайтын болсаңыз, бұл сіздің әлсіз екеніңізді білдірмейді. Бұл сіздің эмоциялық жүйеңіз дәл қалай ойластырылғандай жұмыс істейтінін көрсетеді. Келіңіздер, қарапайым сөздермен түсіндіріп берейін. Психологтар кейбір адамдардың көз жасына көбірек бейім болуына 3 негізгі факторды көрсетеді. Біріншіден, эмоцияларды терең өңдеу. Оңай жылайтын адамдар көбінесе сезімдерді тереңірек өңдеуге бейім. Сіздің миыңыз, әсіресе мигдалевидті дене және ішкі бір қабатты қыртыс сияқты аймақтары эмоциялық өзгерістерге өте сезімтал. Бұл сіздің эмоцияларды тез байқап, оларды тереңірек сезінетіндігіңізді білдіреді. Бұл кемшілік емес, эмоциялық хабардарлық. Екіншіден, жоғары деңгейдегі эмпатия. Зерттеулер көрсеткендей, оңай жылайтын адамдар көбінесе жоғары эмпатияға ие. Сіз эмоцияларды жай бақылап қана қоймай, оларды өзіңізде қабылдайсыз. Сол себепті сіз фильмдер көргенде, немесе басқа адам қиындықты сезінгенде жылайсыз. Сіздің миыңыз олардың сезімдерін өзіне сіңіреді. Мысал келтірейін. Елестетіңізші, сіз жиналыстасыз және біреу өз қиындықтарымен бөлісіп жатыр. Басқалар әдепті түрде басын изеп отырса, сіз оны сезінесіз. Көздеріңізде жасы бар. Сіз, неліктен мен осылаймын деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде не болып жатыр? Сіздің миыңыз сол адамға байланысты көпір салады. Сіз оның сөздерін тыңдап қана қоймай, оның шындықты сезінесіз. Ал бұл сенімділік, байланыс және әсер ету негізі. Үшіншіден, өте жауапты жүйке жүйесі. Кейбір адамдарда табиғи түрде белсенді парасимпатикалық жүйке жүйесі бар. Ол көз жасын эмоциялық босату формасы ретінде қоздырады. Бұл әлсіздік емес, бұл биологиялық қайта жүктелу. Көз жасын ағызу сіздің денеңізге тыныштануға көмектеседі. Стресс гормондарының деңгейін төмендетеді және теңгерімді қалпына келтіреді. Жылау бұл бақылауды жоғалту емес. Жылау бұл денеңіздің бақылауды қайта қалпына келтіруі. Тағы да көпшілік білмейтін бір нәрсе бар. Психологтар оңай жылайтын адамдардың көбінесе көбірек адалдыққа, берік эмоционалды байланыстарға, жақсы стресс реттеуіне және ұзақ мерзімді тұрақтылыққа ие болатынын анықтады. Жылайтын адамдар сол сәтте қиындықтарға тап болуы мүмкін, бірақ олар эмоцияларды өңдегендіктен оларды баспайды, уақыт өте, олар онымен жақсы күреседі. Сіз тым сезімтал емессіз, сіз эмоциялық тұрғыда сезімталсыз, және бұл сіздің күшті жағыңыз. Енді бір өте маңызды нәрсеге тоқталайық. Оңай жылайтын адамдар жиі терең сезімдерге ие, терең қамқорлыққа, терең байланыстарға, терең махаббатқа, ұсақ нәрселерді байқайды, басқаларды интуитивті түрде түсінеді. Бұл көшбасшылардың, көмекшілердің, шығармашылық адамдардың және көрегендердің қасиеті. Бұл сондай адамдар, кімдер бөлмедегі атмосфераны өзгерте алады. Себебі олар басқалардың байқамайтын нәрселерін сезінеді. Қоғам сезімталдықты әлсіздік деп санауы мүмкін, бірақ психология бізге бұл эмоционалдық зеректік дейді. Мұнда бұл сіздің тұлғалық өсуіңіз үшін қуатты факторға айналады. Эмоционалды интеллект, яғни эмоцияларды тану, түсіну және басқару қабілеті ең күшті табыс болжаушы көрсеткіштердің бірі болып табылады. IQ немесе талант емес, эмоционалды интеллект. Ал оңай жылайтын адамдар, сіздер мақсатқа жетудің жарты жолындасыздар. Сіз эмоцияларды бірден анықтайсыз. Сіз оларды терең түсінесіз.
бір ғана нәрсе жетіспейді. Ол осы сезімталдықты шешім қабылдауға, коммуникацияға және көшбасшылыққа бағыттау. Осыны ойлаңыз. Ең жақсы көшбасшылар бұл ешқашан сәтсіздікке ұшырамайтындар емес. Бұл терең сезініп, даналықпен әрекет ететіндер. Сіздің көз жасыларыңыз сіздің өсуіңізге кедергі емес, оның негізі. Енді бұл маңызды. Оңай жылау әрқашан эмоциялармен байланысты емес. Кейде бұл физиологиялық себептерден болады. Сусыздану, стресс, гормоналды өзгерістер, мінез-құлықтың ерекшеліктері, мысалы, жоғары сезімталдық және тіпті артық стимуляция. Мұның бәрі көз жасын тездетуі мүмкін. Бұл сізді сынған етпейді. Бұл сізді адам етеді. Егер сіз өзіңізге неліктен мен күшті бола алмаймын деп ойласаңыз, міне қайта қарастыру. Мүмкін әлемге сіздің күшті болуыңыз қажет емес. Мүмкін әлемге сіздің толыққанды адам ретінде сезінетін сол нұсқаңыз қажет шығар. Сондықтан, егер сіз оңай жылайтын болсаңыз, бұған кешірім сұрамаңыз. Сіздің көз жасларыңыз бұл кемшілік емес. Бұл сіздің жүрегіңіз әлі де ашық. Сіздің эмпатияңыз әлі де тірі. Және сіздің адамгершілігіңізге ештеңе әсер етпегенін көрсетеді. Шындығында бұл сирек кездесетін нәрсе. Егер бұл хабарлама сізге өзіңізді басқа қырынан көруге себеп болса, лайк басыңыз. Осылайша платформа оны көп адамдарға көрсетеді. Оларға бұл хабарды тыңдау қажет. Егер сіз оңай жылайтын болсаңыз, пікірлерде жазыңыз. Мен сіздің тарихыңызды тыңдауға қуанышты болар едім. Егер сіз психологиялық тақырыптарда осындай тағы видеолар көргіңіз келсе, міндетті түрде жазылыңыз. Терең сезімдер бұл супер қабілет.